Достар, бүгін бізге сәттін салғандай, екінші саяхатымызды әулі жерлердің бірі Шақпақ Ата, Сұлтанөпе және Кенті Бабаға баратын болып шештік. Достар, киелі жерлерге шыққанда міндетті түрде дәретіңізді алып, жуынып, тап-таза болып шығыңыздар. Және де жақсы оймен бару тілектеріңізді міндетті түрде орындалады. Егер шын жүрекпен айтсаңыз, бізге ақ жол тілеңіздер. Ал біз кеттік! Friends, our second trip is scheduled to one of the holy places in Mangistau as Shaqpaq Ata and Sultanöpe. This is about 154 kilometers from our city, about 95 kilometers along good road and 60 kilometers of road. Friends, when you are going to go to holy places, necessarily to wash the body and soul must clean. And you must have right good thoughts. Be sure which everything that is good they will definitely come true. Wish us luck! Біз Шақпақ Атаның түнеу қанасына қонақ үйіне келдік. Сосын біз Шақшыға барып амандасып қайтамыз. So we arrived near the underground mosque Shaqpaq Ata. There is a small house for guests and there is also a caretaker behind this holy place. First of all, we will say hello to him and ask permission to visit. Let's go. Let's go. Let's go. Мешіт қазіргі Маңғыстау облысының Түпқараған ауданының Таушық кентінен батысқа қарай 25 шақырымда орналасқан. The mosque is located on Nicopolis, 25 kilometers west of the village of Tausug in the Түпқараған district of Mangistau region. Жартастан қашап салынған Шақпақ Ата мешітінің құрылысын зерттеушілер ғалымдар 9-13 ғасырлардағы сәулет өнеріне ескерткішіне жатқызған. The construction of the Shaqpaq Ata mosque was erected on rocks. Its monument researchers suggest that it was built in the 8th-13th centuries and is an architectural monument produced by the state. Кәке, біз Шақпақ Атаға да келіп жеттік. Осы Шақпақ Ата туралы қысқаша айтып беріңізші. Мінекей 4 бағана мына ортадағы бөлмедегі. Бұлар әрқайсысы өз кезінде тәңірлік түсінікті біреуі күн, жер, желдің белгісі болып келеді. Екінші от пенен су белгісі деп сыйынып келген жерлер болған. Бұның бәрі тәңірліктен қалған бүгінгі бізге жеткен әңгімелерден. Ал енді бер жағындағы дін саласыменен де түсіндірулері енді 10-13 ғасырлардың арасында пайда болған. Менің жерімді айтайын ба, мешіт 4 бөлмеден тұрады екен. Бұл мешіттің орналасуы Шақпақ Ата сайы деп атайды. The mosque consists of 4 rooms.
Locators call it the Church of Shakbata. Қараңызшы, мешіттің ортасындағы бөлмелер мынандай 4 бағана орнатылған. Ағалар, сана, не байқап тұрсыздар? Жансұлу, қарашы, мұна белгілер бұл жерде белгісі ғой, шатаспасам. Remember, the film is The Fifth Element, where Mila Jovovich and Bruce Willis play exactly the same as present day. Interesting, this is element of fire in nature and in exists on different levels. Also, it has the same basis. Ancient wisdom teaches that fire is the beginning and the foundation of the spirit. Су бұл эмоциялар, ішкі әлем сақтау, есте сақтау.
Шақпағатаға зираттап болдық. Енді Сұлтан Үпеге кенті бабаға жол тартамыз. Біз Сұлтан Үпеге бармас бұрын кенті бабаға зират етіп шығамыз деп шештік. Шақпағатадан Сұлтан Үпеге дейін 27 шақырым. Біз айналмалы жолмен жүрдік. Есінен көп жақын, бірақ сәлем болғандықтан оларды айналдырып бізге карта бойынша 27 шақырым көрсетіп тұрды. Ал бірақ біз жолды 30 шақырым жүрдік. We drove 30 kilometers of road before visiting the Sultan Üpe. It was visiting another holy places of Kentebaba. This circle the traveler will feel safe at any time of the night and the day. He is under the protection of the saint. What's interesting is we can climbing this building. Қорымның 3 мавзолейі. Оның басты нысандары оның екеуі бір-біріне жақын орналасқан үшін қираған. Мавзолейдің ішінде бір адамдыққа тар, өткелмен жоғары көтерілетін баспалдақтар орналасқан. Бұл қор мемлекеттің қорғауында алынған. Translation from Persian Kenti means city. There are 130 memorial monuments. Most of them destroyed. There is a legend that warriors are buried here after the battle. These monuments date back 10-15 centuries. In one of the mausoleum, you can climb it. Біз Сұлтан Үпеге барамыз. Біз Сұлтан Үпеге де келіп жеттік. Маңғыстау өңірінде көзге көрінбеген рухтардың құпиялығымен таңғалдыратын 12-13 ғасырларда ескерткіштері салынатын Сұлтан Үпе жері төлесі орналасқан. Сұлтан Үпе жерасты мешіті Форт Шевченко қаласынан солтүстік шығысына қарай 57 километрде орналасқан.
Сарытас шығанағына таяу Сұлтан Өпі сайының жолында орналасқан. I explained a little about it. Here we arrived in the area Sultan Öpe. We will approach we'll see its water is clean and has wonderful properties. Then we go to the underground mosque itself. Then we go down to the spring. Here are many legends about the Sultan Öpe. The fact that he protected people from troubles at sea and lightning. He taught children same literacy. Мен су ішуге кеттім. Суы тәтті екен. Шипалы, адамға пайдалы. Енді сіз ішіп қараңыз. Жартасты ойып жасалған мешіт бір-біріне жалғасқан 11 бөлмеден тұрады. Мешіттің ішіндегі сырық ағаштарды шаншылған екі дөңгелектен тас қоршаудың ортасында Сұлтан Өпінің зираты орналасқан. Мешіттің ішіне қарасақ 3 жерден жарық түседі. Сұлтан Өпі балаларды оқытқан екен, исламдық сауат ашқан екен. Бұл жерге адамдар өздерінің ауру қасиеттерін тастап кетеді екен, және де әсіресе бас ауруы жазылады екен. Осыған халқымыз сеніп келіп, бұл жерге ем алады екен. Ертеден айтылып келе жатқан аңыз әңгімелерге сүйенетін болсақ, Сұлтан Өпінің азан шақырып қойған есімі Құбби қожа екен. Сұлтан Өпінің аталуын
халық көптеген аңыздарға енгіздейді. Ол керемет аңшы, саятшы болған. Сұлтан Үпінің кереметтілігінің ішінде оның өлгенді тірілтетін қасиеті жайлы да айтылады. Қатты найзағай ойнап, толастамай жаңбыр құйғанда, Сұлтан Үпі сақтай көр пендеңді су апатынан деп жалбарынатын сөз қалған. Қаттырғыч. Айтпақшы, Массагет KZ сайтына алғысымызды білдіреміз. Ақпаратпен қолдағандарың үшін рахмет. Құрметті достар, біз Маңғыстаудың киелі жерлеріне саяхатымыз аяқталды. Енді ауылға ат басын бұрамыз. Бүгін өте тамаша күн болды. Сіздер өлкемізді жақынырақ танып, рухани байлыққа ие болдық деп есептейміз. Келесі саяхатымызды күтіңіздер. Friends, today we are completing our trip to the holy places of our region. We think we learned more about our land and shared it with you. Also, we received great spiriting with that you will not receive behind a TV or computer screen. Good luck to you. We will be planning the next trip. Ағасы бардың жағасы бар. Мен шашап келе жатқанда мені арқалап көтеріп жүр.